Жуырда елордамыз өткен Sound of Kaku фестивалінде Дастан Оразбеков өнер көрсеткен болатын. Әнші сахнаға вокалды инструменталды ансамбльмен шығып, халықтың назарын бірден өзіне қаратты. Мұндай өзгешелікті көрген біздің арнаның тілшілері Дастанның өзінен мән-жайды сұрастырды. Мен өзім лайв бэндпен өзі кішкентайымнан армандағам. Мен кішкентайымнан дегенде бір 20 жасымнан бастап бір тірі жанды вокальный, инструментальный ансамбльмен кәдімгідей қосылып ән салсам ба деген арман болған. Оразбеков лайв бэндтің атын сезім деп қойған. Оның да астарында бір мағына бар. Сезім деп қойғанымыз өйткені музыканы сезіну керек. Көрермен мен әртіс бір-бірін сезіну керек. Сондықтан да бәрі сезімнің арқасында. Дастан, әнді сезіммен орындауың шамасы қымбат шығар, иә? Кей кезде де болады, енді ұсыныс жалғыз өз мысалға жағдайына қарай ғой. Лайв бэндпен бірге әрине қымбатырақ болады, оның үстіне жолы қаншама адам. Бірақ лайв бэндтің бір жақсы жері тойдың басынан аяғына шейін ойнайды. Айтпақшы, жақында әнші екеуміз атты жаңа әнін жарыққа шығарды. Бүгінде оны біраз жан тыңдап, бағасын беруде. Осы уақытқа шейін ешкім бір жаман пікір қалдырған жоқ. Оның үстіне мен өзімнің әріптестерім де, ағайын туыстарым да жақсы дейді. Жуырда Дастан ағайын туыстарының көңілінен шыққан әнді таспаламақ. Әрине, мен уже шаршадым негізі. Клип түсірем ғой, клип түсірем, ән түсірем, мін түсірем деп. Енді Құдай қаласа осы екеумізге жасаймыз деп отырмыз. Осы 2-3 күнде міндетті түрде сөйлесеміз, жоспарын, сценарий қалай болатынын. Бейнебаянның түсірілімін әнші осы айда бастаймын деп отыр. Ал қыркүйектің ортасында жарыққа шығармақ. Күтейік.